қазақтың жері қазақтан басқадан керек емес. Тазалап кетеміз, тазалап жүреміз, сосын темірліктерге қатыстырамыз бала шағаны. Мысалы мыналар ағаштарды, бір ағашты өсіру үшін, мынандай қылып өсіру үшін, мысалы ең күні 10 жыл керек, иә? Ал андағы ағаштар 1000 жылдық ағаштар. Біздің ғасырдың бе, сол алдыңғы 1000 жылда өсіп тұрған ағаштар ғой. Ал енді соны біреу келеді де, астындағы құм маған керек деп, оның ағаштарын кесіп тастайын деп жатыр да. Қорытынды жасайды мемлекеттік мекеме. Ол қорытынды жасаған документ құжатта ағаш жоқ, ішіндегі жан жануар жоқ. Соны қудалап біздер енді осындағы жаңа Қазақстанның нышаны деп жатырмыз ғой, депутаттарымызға жазып, мәжілістің бас прокуратура жазу арқылы барып тексеріс жасалынып, бұдан кейін барып шешім қабылданды ғой. Халық қолдады, халыққа рахмет айтты.